таудың арасынан $2 миллион құрайтын қазына тауып алсаңыз не істер едіңіз? Бір жылдары дәл осындай қазынаны бір дегенде 300 мыңға жуық адам іздеуге аттанған болатын. Бұл әңгіме Форест деген ер адамнан басталады. Оның жасы 58-де және Нью-Мексикода тұрады. Бұл кісі таза Индиана Джонс болған. Себебі ол әлем аралап сирек кездесетін артефакттар жинайды және өзінің музейі де бар. 1988 жылы оның өмірі күрт өзгереді. Тексеріс кезінде дәрігер Форестқа 3 жыл ғана өмірі қалғанын айтады. Үйіне келіп біраз ойланып, ол барлық жиған тергенін өзімен бірге алып кетемін деп шешеді. Яғни ол құны 2 миллионға тартатын бағалы заттарды өзімен бірге таудың арасына алып барып, сол жерде көз жұмамын деп шешеді. Сандықты тапқан адам Форестті да табады деген логикамен шығар мүмкін. Сөйтіп ол қолына картаны алып, таулардың арасынан жатуға жайлы орын іздей бастайды. Бірақ аяқ астынан дәрігер қоңырау шалады және оның жуырда арғы жаққа аттанбайтынын айтады. Ол қатты қуанғаннан құрған жоспары жайына қалады. Арада жылдар өтеді. Осылайша Форест 80-ге келеді. Бұл 2010 жыл. Сөйтіп ол бұрынғы жоспарын қайтадан есіне түсіреді. Бұл жолы ол тауға шығып, орын қарауға нақты шешім қабылдайды. Ол қазынаны Йеллоустонның ұлттық паркіне көміп кетеді. Және ол кітап жазып, ол жерде қазына туралы да айтып кеткен болатын. Сөйтіп кітапты оқығандардың барлығы аяқ асты бай болғысы келіп, мыңдаған адам қазынаны іздей бастайды. Жылдар өткен сайын іздеушілер саны тек көбейе бастайды. Бірақ таулы жерде жүріп қазына іздеу қауіпсіз деуге келмейді. Барлық іздеушілерден 5 адам қаза тапқан. Біреуі суға кетіп, басқалары таудан құлап кеткен. Жергілікті полицияның өзі Форестқа қазына іздеушілерді тоқтатуға шақырады. Бірақ ол үзілді-кесілді бас тартады. 2018 жылы 30 жастағы Джек атты жігіт іздеуге жақсылап кіріседі. Ол 8 жыл бойы ешкім іздеп таба алмаған қазына туралы Твиттерден оқып қалады. Джек тонналап сайттар қарап, тіпті Форесттің кітабын бастан аяқ оқып шығады. Керекті материалдар жинап, Джек жолға шығады. Тауға келгенде оның суы бітеді. Масаға жем болады және ештеңе таба алмайды. Бірақ Джек бірден беріле салмайды. Ол қайта-қайта тауға келіп, іздеуін жалғастыра береді. Арада 2 жыл өтеді. Ол кітапта айтылғандай Вайомингтағы Йеллоустон паркының маңын іздей бастайды. Осылайша Джек соңында әйтеуір жасырылған қазынаны тауып алады. Ол табылған қазынамен бірге Форестқа Нью-Мексикоға барады. Бұл оқиға бірден барлық жаңалықтарға шығады. Бірақ іздеуші болғандардың ашуы қатты болады. Неге біз емес, неге Джек тауып алды дегендей. Біреулер тіпті Форесттің терезесінде келіп сындырып кеткен болатын. Жалпы соңында бұл оқиғадан кейін Форест 1 айдан кейін 90 жасқа келіп қайтыс болады. Бүгінге айтарым осы. Каналға тіркеліп пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.